Қос көрпеш Баян Сұлу күнін атап өту қарқыны жылдағыдан жоғары, әдеттегіден әсірелі. Мерекеге орай тарту таралғыға шығындалғандардың да биыл саны артыпты. Ұйқа шар ұсынып, селт еткізер сыйлау дәстүрі де ортамызға қайта оралып жатыр. Тосын сый әзірлеуден ғашық жұлдыздар тыс қалмады. 16 жыл қасында звондап сұраймын, былай да былай сен мерекең келетір, не сыйлайын саған дейді. Ол айтады, жоқ ештеңе керек емес дейді. Соңғы сыйлаған нәрсем ол кір жуғыш емес, ыдыс аяқ жуатын машина. Сахна төрінде бойында романтика тұнып тұрған серідей көрінетін айқынның табиғатында тосын сыймен таң қалдырар ептілік жоқ. Десе де бүгінгі мерекеде жұбайын елеусіз қалдыруды жөн санамапты. Ұлттық нақышты заманауи дүниелермен астастырған дүкендерді шарлап, эксклюзивті тарту таралғысымен ерекшеленгісі келген. Жасылын алачам, жасыл әдемі екен. Жасыл түсі негізі бізге жақын түс. Бағасы қымбат екен. Қымбат. 17 мың. Жарына жүрек түкпіріндегі ынтық сезімін жеткізуді сері бір күндік мерекемен ғана шектеп қоймаған. Бірақ ғашықтарға атойлап атап өтер бір тойдың қажеттігін жоққа шығармайды. Қозы мен Баянның махаббатқа беріктігі негізге алынып, белгіленген мейрам әлі де өз деңгейінде насихатталмағандығын алға тартып, сіз бен біз болып олқылықтың орнын толтыруға шақырды. Негізі ғашықтар күнін осы бүгінгі күнге қойған. Бірақ Валентин күнін көбірек көтеретін сияқты, себебі ол күнді өте қатты жақсы жарнамалап бастаған, сондықтан менің ойымша біз өзіміздің мейрамдарымызды жарнамалау керекпіз. Мерекенің кемшін түсін дөп басқан айқынның уәжін шаһар жастары да қолдап отыр. Дегенмен орайластырылған іс-шаралар некен-саяқ болса да әркім шама-шарқынша атап өтуге ниетті. Қоғамда бұл күнді әлі қабылдай қоймағандар да баршылық. Бүгін ғашықтар күні екенін білем, қозы көрпеш Баян Сұлу. Бірақ та тойламаймын, себебі менің басым бос. Осы уақытқа дейін тойлап көрмеппіз, бірақ осы жылы тойлау ниетімізде бар. Қозы көрпеш Баян Сұлу ол өзіміздің қазақтан шыққан ғашықтар болғандықтан тойлап көрсек па деген ойда бар. Бұл мерекені өз басым ғашықтар күні деп қатты бір қабылдап есептемеймін негізінде. Енді анық бір мәлімет жоқ та. Қазақ ұлттық университеті жағында қыздар тойлап жатыр, гүл көтеріп жүрген көріп жүрмін. Аюмелік арулардың өмірлік қосақ болуға лайық жандарды жолықтырғандарына ұзақ уақыт өте қойған жоқ. Сондықтан албырт сезімді ашық айтуға мүмкіндік берер бір мерекенің күнтізбеге енгізілгеніне қуанбаса ренжімепті. Бұған қоса сылқымдар 15 сәуір күні ұмыт қалған ұйқашар мен селт еткізерді жаңғырту қажеттігін айтып ой қосты. Енді бұл мерекенің тарихын білеміз. Қазір енді заман өзгеріп жатыр, салт дәстүрлер өзгеріп жатыр, жаңғырып жатыр. Осы сыйлықтар арқылы біз өзіміздің сүйіктілерімізге жалпы сезімімізді білдіреміз. Ғашықтар күнін тойлап жүрегіңіздің жартысын қазақи нақыштағы сыймен қуантамын десеңіз, ұлттық мерекенің де маңыздылығы еселенеді. Адема Сейфулла, Ғани Қалуов, Никита Хасанов, Ревю жаңалықтары.